Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біздер бүгін достар кино түсірудеміз. Бұл кино өте қызық болады деп ойлаймыз. Сіз де смело айтаңыз басып, және достар арнаға тіркеліп, подписаться етіп отырғанды сұраймын. Достар, яғни қазір біздер өте қызық кино түсіреміз тұрмыз. Бұл кино достар айтайын сіздерге өте достар зорға түсірдік. Балаларым бәрін жинап, көп рахмет айтқым келеді осы балаларыма. Давайте достар көреміз, және де лайк басып, подписаться етеміз. Ал достар, біз киномызды басымыз кеттік. Ертеде бір ұл мен бір қыз болыпты. Бұлар өте бақытты болыпты. Сосын бұлардың қасына бұзақылар келіпті. Бұзақылар қызды алып кеткісі келді. Сосын бұл қызды бәрі қоршап алып, қызды алғысы келіп, «Ей, қызға тиіспеңдер!» Сосын ұл айтыпты, «Ей, бұл қызға тиіспеңдер, тиіссеңдер, тұқымына дейін сендерді жоқ қылып жіберем». Бұзақылар қорықпай, бұл қызды қоршап, машинаға салып алып кетті. Біраздан соң ұлдың іші күйіп, «Тиіспеңдер менің қызыма!» деп жүгіріп барып кетіпті. Баратырып бұл ағасына барыпты. Ағасын шақырыпты. «Аға, маған мынаяқта бұзақылар тиісіп, қызымды алып кетті. Өтініш, аға, көмектесесіз ба? Не істесем болады?» «Не істейміз, көмектесеміз ба?» «Көмектесейік. Қақты бұзақыларың қақты, кетіп көмектесейік». Сосын бұлар машинаға отырып алып, қызына көмектесуге барды. Жол деген өте ұзақ болыпты. Біз келдік міне осы жер. Сөйтіп бұлар келіп, ана адамдарды көріпті. Мен оларға барып келейін. Қазір біздер машинаға отырамыз да, пик жаққа барып атсамыз. Жарай ма? Кеттік. Машина біздің артымыздан жүреміздер. Мен қызым үшін бәрін істейміз. Давай, мініңдер. Сөйтіп бұлар машинаға мініп, пик жаққа кетті. Атсындар. Сөйтіп бұл жерде атыс кетті. Бәрі атысып, қызын үшін таласты. Сосын бұлар өте күшті өмір сүріпті. Өте бақытты болыпты. Көп рахмет. Давайте лайктеріңізді басып, арнаға тіркеліп кетуге үміттенемін. Достар, егер осындай екінші бөлімді шығарып десеңдер, сіздерге міндетті түрде шығаратын боламын. Ал достар, біз осымен киномыз аяқталды.